Анасаң өзің біл, бірақ айтпады деп жүрме. Иә, бағана айтып еді, есім шығып кетті. Шоколад же. Рахмет. Ойланып кетіпсің ба? Әселге кім гүл берді екен деп отырсың ба? Жоға, нем бар? Саған ешкім гүл бермепті ғой. Мен бұл күнді атап өтпеймін. Кешке не істейсің? Не істемейсің деп сұра. Қазір үйге барам, бөлмемді жинайым. Кешкі ас дайындау керек. Ертеңге киімдерімді түктеу керек. Көлігімді жумағаныма біраз болды. Оқылмаған кітабым тұр үйде. Жаңадан кино шықты деп еді, оған да барған жоқ. Оны аз десең, ертең таңғы 10-да бір компания келеді. Қазір соның құжаттарын дайындаймын. Істейтін жұмыстарың үйіліп қалыпты ғой. Бос болсаң кешке бір жаққа барайық деп айтайын деген. Көріп. Кешіріңіздер, жарнама агенттігінен келіп кетті. Сіздерге қоятын сұрақтар бар екен. Қандай сұрақ? Бәрі түсінікті емес пе? Білмеймін, басшылықпен кездесе аламыз ба деді. Басшылықпен кездесе алмайды, өйткені басшылықтың уақыты жоқ. Жарайды. Ансар, саған не болды? Түсінбедім. Егер де сен менімен бір жерде жұмыс істегің келмесе, не үшін келдің? Екеуміз о бастан келісіп едік қой. Жеке мәселелерді жұмысқа араластырмаймыз деп. Әсел, шықпа тықшы. Сен маған ренжіді екен деп зауыт жұмыстарын Назым, тоқта, Назым.
жұмыс